Ассалаумағалейкум. Кеше Сарайшықта Сарайшық оқулары конференциясы болды. Сонда бір баяндама ұсынды екенсің таңбалар жөнінде өзіміздің зерттеп білгенімізді жөнінде бір өзіміздің баяндамамызды ұсынған болатынбыз. Енді баяндама таңбалар жөнінде болды. Яғни мына Байұлының 12 ата Байұлының таңбалар жөнінде баяндаманы слайд түрінде көрсетіп, бәрін мүмкіндігінше дәлелдеп көрсетуге тырыстық. Енді таңбалардың оны айтудың қажетіне оның несі керек деу мүмкін, білеміз ғой таңбамызды деген сияқты. Өкінішке орай таңбаларымыздың кейбір рулардың таңбалары күні бүгінге дейін қате жеткен. Оны мына қазіргі соңғы кезде 19 ғасырдың басынан бастап күні бүгінге дейін 20 ғасырдың бас жағына дейінгі құлпытастардағы таңбалардың олармен банағы кезінде келген таңбалардың сәйкес келмеуімен байланысты болды. Сондықтан кейбір таңбалардың қате кеткендігі жөнінде, сосын таңбаларымыздың аты нені білдіретіндігі жөнінде бір сондай баяндамамызды ұсынған болатынбыз. Енді кейбір адамдар, кейбір рулар мысалға келіспей жатыр. Неге десеңіз, бұған дейінде бір 2 жыл бұрын Берішінде таңбасы қате кеткенін байқап, сол жөнінде 2 жылдан бері айтып келеміз ғой, дәлелдермен әртүрлі. Алайда көбі сенгісі жоқ, айтқанда кейбіреулері сенбей отыр деген сияқты ғой. Енді жақын арада Шеркештің де таңбасының қате болып келгенін, Таздың да таңбасының қате екенін, және Тана деген ру бар, сол рудың да таңбасы қате екенін енді ғана біліп жатырмыз. Енді соны кеше ұсынып беріп қалған кезде оны уже халық айтқанда қабылдай алмай қалып жатыр ғой. Енді барынша мүмкіндігінше дәлелдеп құлпытастармен деген сияқты, бұрынғы жазбаларды қандай дерекпен жетті деген сияқты соларды салыстырып отырып ұсынып көрмекпіз. Сонымен қатар Есен Темірдің де руының қазіргі пайдаланып жүрген таңбаларының да басқаша екенін, құлпытастармен кейбір сәйкес келмейтінін де байқап келеміз. Есен Темірлердің де 2 бір таңбасын салады құлпытастарда, бірақ ең негізі көп салынатын таңбалар жөнінде оны көрсетіп ұсынатын боламыз сіздерге. Енді біреулер ойлауы мүмкін, сен кімсің деген сияқты таңбаны айтатындай деп. Енді осы салада өзім 20 жылға жуық жұмыс жасап келеміз. Яғни Атырау облысының тарихи мәдени мұраға зерттеу деген облыстық мекеме бар. Сол жерде қызмет етемін. Сонда күні бүгінге дейінгі далалық экспедицияларымыздан көргенімізден туындаған ойларымыз ғой. Өзімде араб әріпімен жазылған құлпытастарды әріптерді танимын. Мекемеде тағы да маман бар деген сияқты. Өзге облыстардағы мамандармен де кеңесіп білісіп отырамыз дегендей. Сондықтан сол өзіміздің 20 жылға жуық жұмыстарымыздың нәтижесінде көрген білгенімізді сіздерге жеткіземіз ғой. Енді мынау кешегі Сарайшық оқуларында баяндаған слайдтарым ғой. Бұл неде? Слайдта бұйырса Байұлының таңбаларының ішінде неге Шеркеш, Беріш, Тана және Таз руларының таңбалары күні бүгінге дейін қате болып келді? Сосын неге құлпытас пен архивтік жазбалардағы таңбалар сәйкес емес? Және жалпы таңбамыз нені білдіреді? Осындай сұрақтарға жауап беріп көруге тырысамын. Енді мына бізге ең негізгі құлпытастардағы жалпы таңбаларды жеткізуде 3 зерттеушінің еңбегі негізге алынып берген. Яғни жоғары жағын қарасаңыздар, мына жерде Мейер Левшин, 32 жылы, Мейер 62 жылы және Харузин деген 1889 жылы. Осы 3 зерттеушінің таңбаларын салыстырып өтеміз. Бір айта кететіні, бұл Левшинде, Мейерде, Харузинде бұлар үшеуі де Бөкей Ордасы қазақтарын зерттеген адамдар. Яғни бұлар жайықтың
бұқар жақ бетіне келмеген, былайша айтқанда. Яғни бізде ең негізгі қате мына лепшейінен кеткен көбіне. Мысалға мына жерде астын қызыл сызып қойдым. Қазір шеркештер мына осы таңбаны пайдаланып жүр. Бақан сияқты тік ретінде мына етек жағы иілмеген түрін сызып алған, енді сызылған. Мына жерде кішкене етегін бір жүр, бірақ енді нобайы бір осы таңбаны пайдаланып жүр. Мына беріштерде күнімбенге дейін осы таңбаны пайдаланып келіп, астында бір сызығы бар. Сосын тананы пайдаланбаған, Есентемірдікі жоқ. Тананыкі жоқ, Есентемірдікі жоқ. Және ысықтікі жоқ. Салмағын таздыкін, мына төмен жақтан таздыкін осы таңбаны пайдаланып жүр. Яғни көп таңба бізде лепшемен келген ғой. Содан ба кейбір таңбалар қате кеткен. Қате кетуінің себебі бұл бағана айтқандай, бұл зерттеуші Бөкей Орда жағының қазақтарын зерттеуге келген. Яғни бағанағы Казмека көрсетіп отқан рулардың негізгі мекені бұл Бөкей Орда емес, бұл Жайықтың Самар жақ бетін, Бұқар жақ бетінде мекендеген тайпа рулар ғой. Енді дегенмен Бөкей Ордасында бұл рулар болмады деген сөз емес, болған. Бірақ негізгі бөлігі Жайық өзенінің Бұқар жақ бетінде болған ғой. Енді келетті, мысалы шеркешті көріңіз, мына жерде. Мейір келетті 62-ші жыл маңдай қылып сағат. Яғни бұл құлпытастағы таңбамен сәйкес келіп тұр. Кім келетті? Харузиндікі мына құлпытастағы таңбалармен сәйкес келеді. Яғни мына Мейірдің лепшейінің қате кеткенін байқауға болады. Беріштікін мынандай құман сияқты таңба етіп салады кім лепшейін. Одан кейін Мейір үшбұрышты қылып салады мына жерде. Кім Харузин уже банағы Харузин үш таңбаны келтіріп, соңғы 3-28 деп тұрған сол таңба қазір құлпытастағы таңбаны келеді. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз үш зерттеуші бір аумаққа барып үш түрлі таңбалар салып көріп отырсаңыздар, көрдіңіз бе? Бұл таңбалардың, яғни бұған дейін таңбалардың сенімсіз екендігін көрсетеді ғой, өйткені үш зерттеуші үш түрлі салғасын жерде. Енді тананыкі жоқ, тананыкі одан кейін Мейір бір сызықпен салады, Харузин бір сызықпен салады дегенмен құлпытастарда қазір басқа, оны көрсетемін алдағы уақытта. Есентемірдікі мына шеркештің таңбасы етіп салған мына жерде. Мейір лепшейін салмайды, Харузинде соған ұқсас таңбаны салады. Бірақ құлпытастарда бұл таңбалар бірен саран ішінара келеді. Бірақ ең негізі көп бөлігі не деп жүр ғой, бақан таңба дейді. Соны бана ысықтардың таңбасы бар. Сол таңба қашалған бұлардың құлпытастарында. Ысықтікі мынандай төңкерілген үшбұрыш шетінде салады. Мына жерде бақанын салады, кім Харузин дұрыс салған. Яғни бұл жергілікті халықтың таңбаны банаға дұрыс жетік білмеген байқауға сол кездегі. Таздыкын лепшей бана айтты, мынандай қылып салады, қазір пайдаланып жүр. Ал Мейір дұрыс етіп салады. Қазір құлпытастарда таздардың осы таңбаға шалған. Харузин келеді деп ысықтардікінде кері бұрылған түрін салады мына жерде. Так. Енді Байбақты, Масқар, Алаша, Тама, Жаппас деген рулардың таңбалары қате жеткен. Неге десеңіз, бұл рулардың негізгі мекені Жайық өзені Самар жақ, яғни Бөкей жағында мекен еткен құлпытастарын сояқта көп шоғырланғанынан байқадық. Яғни бұлардың таңбалары қате кетпеуінің себебі де жергілікті сол жердің тұрғын рулары болғасын жерде қате кетпеген. Таңбаның сонымен қатар күнімбенген қате болып келген себебі ескі араб әрпімен жазылған таңбалардың оқылмауынан мамандар болмады. 2000 жылдан бастап Серік Ажығали деген этнограф бар, белгілі көзі Қазақстандағы нөмір 1-ші. Сол кісі 2000 жылдардан бастап құлпытастардың жазуларды оқытып, таңбалардың нақты дәлелмен сызбаларын салып, 2001 жылы архитектура кочевник деген кітабында енгізіп кеткен ғой. Ол жөнінде сызбаларында көрсетем. Енді мына Харузиннің өзінің жазбасы 1889 жылға. Сонда бұл кімнің? Бұл зерттеушілердің Бөкей Ордасы қазақтарын зерттегендігі жөнінде келтіреді мына жерде. Жазады. Мен қазір көрсетіп қойдым. Рисунки Тамгов, Киргиз, Малый Орды дает уже Лепшин дейді.
Он приводит там действие существующих в настоящее время Букеевский ағарде дейді, яғни Букей ордасындағы мейірді де келтіреді. Ол 34 таңбасын келтіреді, оның ішінде 15-і Букей ордасынікі. Яғни бұл Левшинде, Мейірде, Харузинде үшеуі де Букей ордасына қазақтарын зерттеген. Мына картаны көрсеңіз, Букей ордасы мына Жайық өзенінің оң жағында мына жерде жатыр. Букей ордасы мына Нарын құмының тұсында ғой. Ал ненің негізгі Беріштің, банағы Шеркештің, Таздың мекен еткен жер Жайықтың Бұқар жақ бетке, ол жөнінде көрсетемін. Енді міне мен өзім дайындағым далалық экспедициялар кезінде көп рулардың 19 ғасырдағы ескі құлпытастардың шоғырлану бойынша дайындалған карта ғой. Мысалы Беріш деген Жайық өзенінің сол жақ жағалауында, мына Бұқар жақ бетінде негізгі мекен, басқа жерлерде де бар, дегенмен осы жерде негізгі қорымдар, ескі қорымдар, сосын Шеркештердікі мына жерде деген сияқты, Таздардікі мына жағында. Яғни бұл жерде не айтқым келіп отыр? Негізгі үш зерттеушінің осы рулардың осы нағыз мекеніне келмегендігін айтқым келіп отыр. Мына жерде Тананың қорымдары бар. Бұл да Жайықтың сол жақ жағалауында. Бұл мына жақтарда бұл рулар жоқ деген сөз емес. Яғни мына Ақстаудан Ганшкен бағытына қарай мына жерлерде Беріштердің ру нелері бар, бірақ өте сирек кездеседі. Сонымен қатар мына Сүйіндіктен, Балғұттан жоғары қарай мына маңда Ордаға қарай жүрген жерде, бұл жерде де мына Беріштің, Қаратоқайдың, Есенқұлдың құлпытастарын кездестірдік. Оны алдағы уақытта айтамыз. Сонымен қатар мына жерде астында бір қызыл сызықпен стрелка салып қойған. Мына жерде ең астында жергілікті халықтың шежіре білу деңгейі. Мына шығыстан батысқа қарай жүрген сайын, Ресейдің территориясына жақындаған сайын халықтың шежіреге білу деңгейінің байқауға болады. Яғни батысқа жүрген сайын шежіренің білу деңгейі азая береді. Мына мысалы Маңғыстау жақтарда кейбір құлпытастарында 7 атаға дейін жазып жібереді аталарын. Ал мына біздің аумақта, Атыраудың аумағында бөлімдерін келтіреді. Ал мына Бөкей жақтағы Беріштердің таңбасында мысалға Қаратоқай, Есенқұлдарды көрдік. Беріш руы, Қаратоқай руы дей салады, болды. Сосын Беріш руы, Есенқұл дей салады. Оны сосын құлпытасын оқып, өзінің Беріштердің, Есенқұлдардың, Қаратоқайлардың чаттарына салып шежірелерден іздестірсек, ол шежіредегі адамдардың шықпағанын байқадық. Яғни шежіреге мүлдем енбеген ғой, білмейді ешкім. Енді мына жерде құлпытастардың өзіміз зерттеу барысында құлпытастардағы дәлелмен таңбаларын салдық. Мысалы Беріштің 74 таңбасы болған деп жүр ғой, жоқ, олай емес. Мысалы 19 ғасырдағы құлпытастардың барлығында да таңбалардың Беріш руының бірдей екенін байқауға болады. Мысалы мына бірінші тұрған Бекістің таңбасы, Есендікі екінші тұрған жоғары жақ, Есенқұл, Жайық, Қаратоқай, Құлкеш, мына жақта Себек, жетеуінің де таңбасы бір. Яғни бөлек-бөлек таңбасы жоқ. Мысалы Адайдікі өзгермеген мүлдем, Алашалардікі сол күйінде, Байбақтыныкі де дұрыс келген. Масқар мен Шеркештің таңбасы бірдей болып тұр құлпытастарда. Есен Темірдің таңбасы, Есен Темірдің де жоғарыда айтып кеттім ғой, таңбасы мұндай емес деген пікірлер айтып жатыр. Енді мынандай таңба бірен-саран кездеседі Есен Темірлердің құлпытастарында. Ал бірақ негізгі көп бөлігі мына Бақан сияқты Ысықтың таңбасы кездеседі. Мына жерде құлпытасын көрсетіп, суретінде сол күйінде салып, қай қорым екенін көрсетіп кеттік. Мына Ысықтікі, мына Ысықтікі де Есен Темірдікі бірдей, Жетібай қорымы Мақат жақтағы. Бұл 1840 жылдарда құлпытас. Енді Қожа мен Төренікі бірдей. Мына жерде Таздарды айттық, Балораз ақын белгілі Махамбет ауданында Балораздың кесенесі бар. Құлпытасымен міне сондай құлпытас. Енді өзге де өткен жылы Төлек Мола деген Құлсар жақта үлкен қорымға бардық. Жүздеген құлпытастар, онда да осы таңбаға шалған. Таманыкі дұрыс. Енді Тананыкі қате дедік. Мынау кішкене бұрышына қарай салып жіберген мына жерде. Ал көбіне кішкентай бұрылысына параллель болады. Ақсерке деген қорым Меңдер ауданында Таналардың құлпытасы. Мына жақта Төренің құлпытасы, төмен жақта немен бірдей
қожалармен бірдей. Мына шеркештердің құлыптасы, шеркештердің барлығында осы таңба кездеседі. Бұны банағы қазір мейірден келген таңбаны қолданып жүр ғой. Кімдер кейінгі нелерде. Мына шүрендерде де мысалға мына қасында мына кейде мына кетенікіндей крест таңбасын салады. Кейде мына осы мына беріштер қазір мейірден келген таңба бар. Оңға қарап тұр, бұл солға қараған түрлі жерде кездеседі. Ана кетенікі. Так. Енді бұл өткен жылы 24 жылы Хан-Ордаға жақын жерде сүйіндікте мен жоғарыда айттым ғой. Сонда қара тоқайлардың құлыптасы, яғни таңбалар, мына біздің жақтағы таңбалармен сәйкес келеді. Бұл жерде не айтқым келіп отыр? Яғни ол жақта да таңбаларды білетін адам болған. Дегенмен банағы сол кезде қате жеткен ғой бүгінге. Бірақ бір айта кететіні мына Бершу қара тоқай тайпасы деген шежіреге салсақ, іздестіріп көрсек, ұрпақтар шежіреден шықпайды, шежіреге енбеген. Мынау Есенқұлдардікі сол маңындағы, онда да таңба дәл сондай мына Орда жақтағы таңбалар. Бұл 19 ғасырдағы таңбалар. Енді Серік Әжіғалидің таңбалары мына жерде дәлелмен келтіреді. Сол жағындағы ұзына ойы тұрған Бершін таңбалары қай қорымда екен көрсетеді. Алтын тағай, тоғай дейді. Сосын мына жерде бір таңба бар, 13-ші пункт. Бұл таңба Маңғыстау жақта кездеседі. Маңғыстау жақта сәл кішкентай сызығын жоғары қарай шертсе, жоғарғы кішкене салып жіберген. Ол жақта негізінен азымыз қара тоқай, сосын қолкештер азымыз кездеседі. Осы таңба мынау Сейсематадағы құлыптастың Бершінің таңбасы деген ғой. Мынау банағы 15, 16, 17, 18 пункттар бұл Таздың таңбалары. Әжіғали нелермен келтіріп отыр, қорымдарымен бірге. Так. Енді мына жерде шеркештігін айтуға болады. 28, 29 пункттерде 30 пункт. Бұл да Әжіғали шеркеш таңбасы екен. Қаратау зираты, Жамантау да жақта деген сияқты келтіреді. Енді мына соцсетте, интернетте жалпы желіде мына таңба жүр. Негіз таңба мына болу керек. Құлыптастарда оң жағындағы Беріштердің. Шеркештердікі құлыптасындағы мынау. Таналардікі. Сосын Таздардікі. Ысықтардікі. Ысықтар мен Есентемірдікі бірдейді көрсетіп қойдым. Интернеттен алған сызбаларым ғой. Екеуі екі жақ қарап тұрғанмен несі бір, екеуі бірдей. Масқар мен шеркештікі бірдей. Бұл енді 37 жылғы Беріштің билер мен батырлар старшындарын қол қойған құжат қой. Бұл жерде не айтқым келіп отыр? Біріншіден таңбаның осындай болғанын көрсетеді. Екіншіден кейбір адамдар молаға соғатын таңба бөлек, малға соғатын бөлек, құжатқа соғатын бөлек деп сондықтан мойындағысы келмейтіндер бар. Бұл жерде құжаттарға да қол қоятынын айтқым келіп отыр. Мына кішкентай сызығын сол жағына шыға жіберген. Өйткені мына жерде тығыз жазған ғой. Қазір таңбаның астына салса, мына таңбалар сыймай қалады. Сондықтан мына кішкене баяғыда салып жіберген болу керек. Мына енді адайлардың несі, мына таңбаның құжаттары қол қоятын жөніндегі айтқым келіп отырғаны. Мына енді әлімшектілердікі. Шүрендерде де осы таңба мына қазір Левшинмен жеткен Беріштердің таңбасы ғой. Сол бұл неде жүр? Әлімшектілердің құжатында жүр, айтқанда. Енді мына таңбалар жөнінде байылу таңбаларының нені білдіретіндігін айтып жібергім келіп отыр. Мына жерде негізінен таңбалар жоғарыда көрсетілген. Мына екі қармақ сияқты және кішкентай сызықтан тұрады. Яғни алашаныкін бір-біріне қайталанбайтын етіп жоғары жағына қояды, кішкентай тананыкін мына жағына деген адайдыкін не қылып, жебе қылып деген сияқты, байбақтыңдікі мынандай қылып, масқар мен шеркештікі бірдей дедім, Беріштікі төменгі жағында, ысықтікі былай, Есентемірдікі, Жаппастікі төменде, Таздікі, Қызылқұрт. Яғни байқасаңыздар, осы екі жоғарыдағы таңбаны пайдаланады, яғни бірін-бірін қайталамайтынды етіп қояды ғой. Яғни бұл таңбаны бізге бұдан туындаған ой, бұл таңбаны аты жебе. Яғни мына адайын таңбасындағы
жебені алады да кішкентай сызықын бірін қайталамайтындай етіп әр жерге қояды. Яғни бұл таңбалардың атының бәрі жебе болу керек. Жебе. Былай қарасаңыз, мына таңбалар бір қараған көзге, қарапайым халыққа кім қараса да ең бірінші қараған кезде түсініксіз бір таңбаларды көрсетіп тұрған сияқты, жебеден басқа. Енді біреулер банағы алашаныкін, орақ деп, шалғы деп, беріштердікін, айбалта деп, ысықтардыкін, бақан деп деген сияқты атаулар айтып жүр. Бірақ егерде біздің өзімізге ерік беретін болса, өзімізге таңба таңдау, мысалы біреуміз жебені алар едік, біреуміз қылышты алар едік, біреу найзаны алар едік, біреу қалқанды алар едік, біреуміз шоқпарды алар едік деген сияқты. Ал мына жерде қарап отырсаңыздар, бұл бір бекітіп қойған бір жүйені байқаймыз да. Неден басқа таңбаны пайдаланбас үшін бір екі нәрсені, екі сызықты пайдалану арқылы рул таңбаларын пайдаланғанын байқаймыз. Енді интернетте мынандай таңба жүр, фейк таңбалар дедім. Себектің үш бұрышы бегістікін Z қылып, Z жаппастықы есендікін банау дөңгелек деген сияқты. Бұл енді кейінгі қолданылған таңбалар ғой. Бұл әдемі дизайнмен жасап интернетке салған. Соны былай енді қарапайым халық бұны қабылдап кете береді ғой. Бұған дәлелмен негізі ешқандай нәрсемен көрсетілмегесін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді барынша түсіндіріп жеткізуге тырыстық. Енді сұрақтарыңыз болса жауап беріп көруге болады ғой. Енді дәлел керек десеңіздер, ес құлпытастарымен барлық рудың да таңбаларын дәлелдеп беруге болады.